Кеш жарық достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Менің қызым амандасыз. Жағдайларыңыз жақсы ма? Не істеп жатсыздар? Не жаңалық бар? Біздер кешке қарай шарбаққа шықтық. Мешать етпе маған. Сен вообще не затсың? Босатса адам істесе кереді. Еркелеп, тек үре береді, тек бостан босқа үретіні не? Ой. Тұр, дай. Дай, тұр. Манағыдай тұрш. Нағылды бейтетті оны? Стоят дей ма? Стоят дей ма? Онда я түсінбейді. Енді не істеп тұрсың? Розовый. Тұр манағыдай, тұр. Тұрмайым дейді, болдым дейді. Еркелеп жүр ол деген. Кеттік тауықтарға барып келейік. Ой, еркек бар. Тауықтарымызға барып келейік. Мына жерде жартысы жүр ма? Или біреуі ма тек жүрген? Мұнда тұр ғой бәрі. Мына ешкінің ішінде біреуі жүр. Ешкі қайда? Шығарайын ба тауықтарды да? Ешкі мына жерде жатыр. Жоқ, шығарма. Оны Оны өзіміз қарап жүрген кезде шығару керек. Бұлай шығарсақ, олар ана талдарды жеп қояды. Тұр ғой бәрі. Әр тұрыңдар, біздер кірейік. Кір. Кірде есік жап. Інжеу. Кірде есік жап. Кір. Қорқпа, тимейді. Сасып атса енді тауықтардың естер. Жұмыртқа жатыр ан жерде. Қалайсыңдар? Қалдерің қалай? Жұмыртқа беріпсіңдер ғой бүгін. Ұялғаннан жұмыртқа бердіңдер ме? Әйтеуір бүгін ят болмасын деп. Кешедім жұмыртқа берген жоқпын ғой деп. 2 жұмыртқа беріпті, білмеймін. Ой, бұрмай. Нақып берді екен, екеуін көз қиып, Бісміллә, алайын. Ойбай, мен қолым жетпей жатыр ғой. Мешать етіп жатыр маған видео түсіруге. Алысқа өтті ғой. Далаға шыққысы келіп тұр ғой бәрі. Жоқ, ашпа. Жақта не бар екен қарап кейін. Мәм, жақта 3 жұмыртқа жатыр. О. Е? Не? Қуыста 3 жұмыртқа жатыр. Ассымыла деп алайын. Аппысы. Аппысы жұмыртқа. Не болып тасылдатып? Бүгінгі күн тамаша. Ертең болады. Одан да тамаша дейм ба? Шашымды қобырап кетті мен. Бүгін 5-ші күн, ертең суббота, воскресенье. 2 күн демалыс, рахатай, мен қызым ұйықтайды, демалады. Тәнтен тұрмай. Күнде таңертең 7-те тұрып, шаршап жүр мен қызым. Сіздер де таңертең 7-те тұрасыздар ма, сабақ күндері? Таңертең оқитындар. Сабақты 8-де басталғасын 7-те тұрамыз, 7:30-да үйден шығып кетеміз. Сөйтіп, 8-де сабақ басталады, обед болады, обедте келіп қайтадан дополнительге кетеді. Сонымен мен қызым шаршап жүр қатты, ертең 2 күн демалыс. Ура дейді. Так, Арой қызым сабақта, ол түс қайта оқиды. Ол да дополнительге мана онлайн барады, онлайн оқиды. Ол да бір күн бар, бір күн нетеді. Аптасына 2 рет. Ол да шаршайды, оның сабағы 4 сабақ болады онлайн. Аройдікі нормально ғой? Жоқ, 4 сағат оқиды ол деген. Ол да шаршап жүр. Ертең екеуі де от души демалатын болды. Бүгін күшті болып тұр, ертеңде күн осындай жақсы болса. Негізі жалпы ауа райы жылынады деп жатыр. Жылынады деп хабар келіп жатыр, да? Жылынады деп жатыр. Күн жылынса кішкене жақсы. Қатты салқындап кеткеннен гөрі жылы болған жақсы сияқты, да? Қазір күшті болып тұр, бір жаңбыр жауғысы келіп тұрған сияқты болып тұр, погода бірақ. Күн бұлттанып тұр. Біздің ағаштарымыз күшті болып тұр, әдемі болып. Аяқта абрикосты аручы қойған да? Абрикос. Достар, бізден бірге болыңыздар, лайк, комментарий ұмытып кетпеңіздер. Күшті әңгіме айтыңыздар. Аман болайық. Сау болыңыздар.